Жынды ма? Адам кредит алғаннан қуанып, күліп шықпай ма? Мен сияқты. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Кіруге рұқсат па? Кіріңіз. Саламатсыздар, қалайсыздар? Саламатсыз ба? Иә. Кеше кредитке документ тапсырып кеткен ғой? Аты жөніңіз? Батталов Асылжан. Батталов Асылжан, иә? Қазір қарап көрейік. Асылжан, сізді құттықтаймын. Сізге банктен одобрение берілді, 1,5 миллионға. Қойыңызшы, шынымен ба? Иә, бұрын банкте кредит алмаған екенсіз ғой. Иә? Историяңыз таза екен. Иә? Құттықтаймын. Жақсы болды ғой. Мен уайымдап кредит шыға ма, шықпай ма деп, апама бір ауыз звондап айтып қояйыншы. Иә, мен сіздің құжаттарыңызды дайындайын. Алло, апа, сенші кредит берді ғой маған? Иә, 1,5 миллион, апа, 1,5 миллион. Иә, тойға дайындала беріңіздер енді. Құдай қаласа, қалтама салып алып апарам ғой қазір. Жақсы, апам? Иә. Жақсы болды. Не мақсатта алып жатырсыз кредитті? Тойға ғой, үйленейін деп жатырмын да. Соған енді тойға, бағана беташар бар, құдалғы бар, бәрін қосып тойлап жіберейін деген ғой. Соған алып жатырмын. Дұрыс, құтты болсын. Иә, рахмет. Қазір мен белгі қойған жердің бәріне қол қойып шығасыз, жарай ма? Болды. Одан кейін кассадан барып, ақшаңызды алып, тойыңызды тойлай беріңіз. Иә, рахмет. Бес тойға дейін жеткізем ғой 1,5 миллионды. Иә. Болды. Мына жердің бәріне қол қойып шығыңыз. Иә. Түгел. Қолыңды қой, бейшара. Ау? Біресі дедіңіз ба? Жоқ, қолыңыз қойып шыға беріңіз. Иә. Сорлы, кірдің ғой қораға. Не дедіңіз? Ештеңе? Қолыңызды қоя беріңіз. Ештеңе деген жоқсыз ба? Ай сайын, бұл тілің салақтап алдыма келіп тұрасың. Сіз маған бір нәрсе деп жатсыз ба? Жоқ. Қойсайшы қолыңызды. Сіз қойып бере беріңіз, бәрі ар жақта күтіп тұрған қанша кезекте адам бар ғой. Бүкіл ұрын бұтағыңмен біздің банкке қағат етесің. Қолыңызды қоя беріңіз. Ішкенің ірің, жегенің желім болады. Әпке, кредит алмай қойсам бола ма? Ау? Алмай қойсам бола ма кредитті? Жоқ, алмайтын болсаңыз штраф төлейсіз. Қойыңыз қолыңызды. Одобрение шығып қойды сізге. Не істеп қойды ма?